Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда модсыз танк жасайтын боламыз. Ол прям жүреді, атады, короче, от атады, тент атса да болады, өздерің білесіңдер енді. Ал ендеше видео бастамастан бір лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне қараңдар, осындай танкі дайындап қойған болатын. Бізде танкының кілті огниво болатын болады осындай. Ол қараңдар, осылай жүреді, механизм ческий, және атады, көріп тұрғандарындай. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше қалай жасайтынын көрсетіп жіберейін. Ол үшін осындай любой блокты 5 блокқа осылай қойып шығамыз. Қазір керексіз заттарды алып тастайық. Осыларды алып шыға салайық. Так. Және екінші жағына да дәл солай 5 блокқа қойып шығамыз. Одан кейін бізге наблюдательді қою керек болады, осылай екеуін. Жоқ, қайта бұны бір блок қалдырып қойып шығу керек болады, сонда дұрыс істейтін болады біздің механизміміз. Содан кейін бізге лепке поршынды қоямыз осылай алдына. Сосын слизмен ортасын біріктіреміз және осындай шеттерге де қойып шығамыз. Осы жерлерге, сөйтіп тағы да наблюдательді қоямыз осы жерге. Одан кейін бізге жай поршынды қою керек болады осылай. Сосын наблюдатель алды жағына. Сосын полублок, қайтадан наблюдатель и наконец-то осындай раздатчик қоямыз. Одан кейін мынау өздерің білесіңдер, салғыларың келсе саласыңдар. Негізі қажет жоқ, просто танкінің сәні үшін бұл. Жарайды, ендеше отты салып аласыңдар да өйстіп кілтпен жүргізесіңдер оны, и ол осылай атады. Сендер үйреніп алды деген ойдамын, немесе қайттан көрсеңдер болады. Ал осымен видеоны аяқтайын. Көріп тұрғандарыңдай керемет танкі, модсыз. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.